Бүгін Instagram, TikTokта хит болып жүрген Oreo пирогын мен де жасап көрдім. Өте нәзік, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Пирогымызды жасау үшін таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз және де құрғақ құрамын дайындап алатын боламыз. Бұл жерде ұнымызға 1,5 ас қасық какао және де қопсытқыш қосып, барлығын бір ыдыста біріктіріп араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, міндетті түрде қоңырауша белгіні басып қоюды ұмытпаңыз. Осындай өте оңай рецепттерді бірінші болып көретін боласыз. Ыдысымыздағы майға осы ұнымызды сетадан өткізе отырып салып, барлығын толыққанды салып жіберемізді. Қолымыздың көмегімен барлығын жақсылап араластырып, крошка дайындап алатын боламыз. Майларыңыз бұл жерде бөлме температурасында болу керек. Қантымызға бір жұмыртқамызды шағып, бір араластырып ап, ұнымызға қосып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылай жабысқақтап тұрса, сәл кішкене құрғағын сепсеңіздер болады. Мінекей осындай жұмсақ болып шығу керек. Осыны салапанға салып, мұздатқышқа, яғни сала тұратын боламыз. 20% қаймағымызға 2 ас қасық крахмал және қантымызды қосып, бір араластырып алып, 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді, әрі дәмі ерекше болып шығады екен. Бұл пирог балаларға өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Жұмыртқамызды салып, тағы да бір жақсылап араластыратын боламыз. Бұл пирог аты айтып тұрғандай Oreo пирогы, яғни Oreo печеньясын қосатын боламыз. Бетіне қоюға мен 5/3 алып қалдым да, қалған бөліктерін осылай майдалап, ұсақтап салып жібердім. Енді дайын болған қамырымызды формаға орналастыратын боламыз. Бұл жерде менде 24 диаметрлі форма, қолымыздың көмегімен жақсылап отырып осылай жаятын боламыз. Астын шәнішқыменен осылай жасадым. Енді осыған жаңағы дайындап қойған начинкамызды құятын боламыз. Начинкасын құйып, үстін жаңағы алып қалған Oreo печеньяларымен сәндедім. Қызып тұрған пешімізде 160 градуста 30-35 минут пісіріп алдым. Мінекей осындай өте дәмді, нәзік Oreo пирогымыз да дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.